Сіздермен құрметті көрермендер, бүгін ауру тарихының схемасы және ауру тарихы дегеніміз не деген сұраққа жауап беремін. Бүгінгі жоспарда негізгі бөлім ауру тарихының схемасы және қорытынды қолданылған әдебиеттер. Ауру тарихы бұл практикалық дәрігердің науқас туралы жан-жақты анализдеп зерттеген өте маңызды құжаты. Сондықтан дәрігер мамандар науқастардан анамнез жинау мен тексеру дағдыларын жетік білуі қажет. Науқастарды тексерудің мақсаттары ауру тарихынан маңызды дәлелдерді табу, диагноз қою көзі. Клиникалық зерттеулерден қажетті мәліметтерді жинау, зерттеулер мен ауру тарихындағы ақпараттарды салыстыру. Сонымен қатар логикалық тұжырымдар арқылы дифференциалды диагноз құру, мәселелер тізімін құрап, науқасқа ем жүргізу жоспарын жасау болып табылады. Бізде негізгі бөлім паспорттық бөлім, шағымдары, ауру тарихы, өмір тарихы, аурудың қазіргі жағдайы, болжамды диагноз, зерттеу жоспары, зерттеу нәтижелері, клиникалық диагноз, емдеу жоспары, күнделікті және эпикриз. Науқас туралы жалпы мәліметтер. Біз ауру тарихында науқас туралы жалпы мәліметтерді толықтай жазуымыз керек. Бұл науқасты қайтадан табуымызға, ол туралы үлкен және көп маңызды информациялар береді. Негізі біз паспорттық бөлімге науқастың фамилиясын, тегін, жасын, жынысын, ұлтын, мамандығын жазамыз. Өндірістік орынның немесе мекеменің аты жөні, науқас жұмыс істейтін орынның, атқаратын қызметі, тұрақты мекен жайы, ауруханаға түскен күнін, ауруханадан шыққан күнін, жолдамалы құжаттағы диагноз, болжамды диагноз, клиникалық диагнозды жазамыз. Сонымен қатар негізгі ауруды, оның асқынуы, қосымша аурулары бар ма, барлығын көрсетуіміз тиіс. Науқастың шағымдары арқылы біз өте көп ақпарат аламыз. Негізгі науқасты дәрігерге келуге мәжбүр еткен берілген ауруға тән шағымдар. Негізгі шағымдарды анықтау әдістері. Шағымдарды анықтау науқасқа сұрақ жауап беру арқылы жүзеге асырылады. Қандай шағымдарыңыз бар? Сосын шағымдарды талдап тексереміз. Дәрігер науқасқа жүйе бойынша көңіл аударатын қосымша сұрастыру жүргізеді. Қосымша шағымдар барлық жүйе бойынша науқасты қосымша сұрастыру болып табылады. Науқастың шағымдары әртүрлі, яғни бізде ас қорыту жүйесі бар, осы жүйе бойынша болуы мүмкін, қимыл қозғалыс жүйесі бойынша болуы мүмкін, нерв психика жүйесі бойынша болуы мүмкін, қызба, зәр шығару жүйесі, жүрек қан тамыры жүйесі, тыныс алу жүйесі бойынша болуы мүмкін шағымдар. Тағы да айта кететін, мысалы, тыныс алу жүйесі бойынша шағымдар дегеніміз, мысалы, тыныс алуға қатысты. Сізге науқас айтуы мүмкін, тыныс дем алуым қиын дейді, тынысты алуым, сосын кейбіреулер тыныс шығаруым қиындауы мүмкін. Яғни тыныс алу жүйесіне байланысты ол жөтел болуы мүмкін, сонымен қатар қақырықтың түсуі болуы мүмкін. Яғни пациент кеуде қуысында ауырсыну сезуі мүмкін. Соның бәрі тыныс алу жүйесіне жатады. Сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесіне, жүрек қан тамыр жүйесінің шағымдары, ол жүрек тұсындағы ауырсынудың сол жақ қолға, сол жақ арқаға берілуі, шаншуы, жүрек соғысының құлаққа естілуі, тездеуі, немесе жүрек соғысының баяу болуы және тағы басқа болып бөлінеді. Енді аурудың қазіргі жалпы жағдайы бар, өмір тарихы бар, яғни аурудың пайда болу және даму тарихы. Осы үш маңыздыдан біріншісі анамнезис морбиди. Осыны біз шағымдардан кейін жазамыз. Яғни осы шағымдарды айтқаннан кейін осы шағымдары қашан пайда болды, неше күн болды, қалай пайда болды, қандай дәрі ішті осы шағымдарына байланысты, дәрігерге барды ма жоқ па, соның бәрін сұрастырамыз. Өмір тарихында анамнезис вите, өмірінде қандай аурулармен ауырды, бүкілін жазамыз. Яғни генетикалық, әйел адам болса, яғни гинекологиялық анамнезін жазамыз. Ал статус презенсті пациенттің қазіргі жағдайын толық тексеріп, физикалық зерттеу жасап, толық жағдай туралы жазуымыз керек.
дерттің даму тарихы. Бүгінгі күнге дейін денсаулығыңыз жағдайы, ол дерттің пайда болу басталуы, қазірге дейінгі ағымы, белгілері, пайда болуына әкелген жайттар барлығын осы дерттің даму тарихынан біле аламыз.